Идеал жігіт подкастының бүгінгі бірінші саны сіздерге жол тартып отыр. Бұл подкаст не туралы деп менен сұрар болсаңыздар, Идеал жігіт подкасты күнделікті дамығысы келетін, өскісі келетін, өзін тұлға ретінде қалыптастырғысы келетін жігіттерге арналады. Қазір білесіздер, өзі қазақ қоғамында қазақ жігітіне айтылатын сын көп, өспейді, дамымайды деген секілді. Біз қазақ жігіттерінің өскенін, дамығанын, маман ретінде, адам ретінде, әке, жар, күйеу ретінде дамығанын қалаймыз. Және осы подкасттағы сұхбаттасу арқылы, өзіміздің өмір жолымыздағы тәжірибелеріміз арқылы, сұхбат берушінің бір профессионал ретіндегі көзқарастары арқылы қазақ жігіттеріне пайдалы болғымыз келеді. Ал өскісі келмейтін, өңгісі келмейтін, бір иллюзияда осыда болады деп жүре беретін жігіттер болса, оған біздің подкастымыз арналмаған. Бұл подкаст тек өсемін, күн сайын идеалдыққа жақындаймын деген жігіттерге арналған. Подкастымыздың бірінші қонағы Шыңғыс Мұқан. Қазір енді бір қазақ қоғамы осы бір Бишімбаев сотын қарап жатыр ғой қазір, Жапа Тармағай. Сұрайын дегенім жігіттерге қатысты. Былай қарасаңыз, Бишімбаев бір шетелде оқыған, бір кедей отбасыдан да шықпаған сияқты, бір білімді жігіт сияқты, бір элиталық, бір жоғарғы лауазымды қызметтер істеген деген сияқты. Бүкіл бір төрт құбыласы сай сияқты болып көрінеді ғой енді сыртынан қарасаңыз. Осы бір Бишімбаев тұлғасының бір трагедиясын қалай бір бағаласақ болады? Бұл білімі бар, ақшасы бар, истеблишмент, бірақ не жетпей, неден шығады осындай трагедия? Бір тәрбиеден ба, қалай ойлайсыз осыны? Жалпы Бишімбаевқа қатысты, жалпы кез келген адамға қатысты көптеген стереотиптер бар. Оның ортасы, әлеуметтік жағдайы. Бишімбаевты алайық. Жаңа ғана өзіңіз айттыңыз, ол шетелде оқыған, бір бақуатты отбасыда тәрбие алған адам деп. Демек, біздің стереотипіміз шетелде оқыса, бақуатты жерде тәрбие алса, ол қылмыс жасамау керек. Ол кәдімгі мінсіз адам болу керек. Сондықтан шетелде оқысын, оқымасын, бақуатты отбасынан шықсын, жоқ қарапайым отбасынан шықсын, жалпы қылмысқа итеретін әртүрлі себептері болуы мүмкін. Ол және әртүрлі құндылықтар негізінде іске асады. Мәселен, бір бай көргенді отбасылардың өзінің кейбір құндылықтары кәдімгі өмірге келгенде жарамай жатуы мүмкін. Сондықтан осындай стереотиптерді қойып, тек қана құқықтық жағынан баға берілу керек сияқты. Менің ойымша, қылмыс істеді ма, сол тағылған айыптар бойынша қылмыстық кодекстің баптарына істеген қылмысы сәйкес келе ме, әр бапта өзі қанша жыл қандай қылмысқа берілу керек екенін Қытайға таңба басқандай жазылып тұр. Ал алқа, сот соны анықтайды. Джек Лондонның «Америкалық трагедия» деген кітабы бар. Сол кітаптағы Клайд деген адаммен салыстырам Бишімбаевты. Неге дейсіз ғой? Себебі Клайд қарапайым отбасынан шыққан, Бишімбаев енді көрген жерден шыққан ғой, бар жерден шыққан. Әкесі ректор болған деген сияқты, қанша университет. Зиялы адамдар деп есептеледі. Бірақ Клайд қарапайым отбасынан шыққан. Оның мақсаты жоғарғы элитаға жету. Ал оған жету үшін үлкен кәсібің болу керек, лауазымың болу керек. Клайдта оның ешқайсысы жоқ. Бір қарапайым қызбен кездесіп жүреді. Ол қыз екіқабат болып қалады. Содан тағы бір байдың қызымен танысып, сонымен кездесе бастайды. Енді алдында таңдау тұр. Қарапайым қыз болмаса байдың қызы. Сөйтеді да ең соңында бас кейіпкер байлықты, лауазымды таңдайды да, анау қарапайым аяғы ауыр болып қалған қызды көлге апарып тұншықтырып өлтіреді. Содан тергеу басталады, соны біледі оның айыбын, осы Клайдпен жүріп жүрген, ең соңында сол өлтірген анықталады да,
соттайды, сот процесі жүреді. Ең соңында Клайдты ату жазасына ма, асу жазасына ма кеседі. Сондағы дүние. Қазіргі осы Бишімбаев пен жаңа Салтанаттың оқиғасы. Соны теріс айналдыратын болсақ, жалпы біздің қоғамда қазір ешкімді мен айыптайын деп отырған жоқпын. Бірақ байлыққа, жаңағындай билікке ұмтылыс жалпы жастардың арасында көп көрініс табады. Одан ол жаңағындай махаббат ісіне де араласады. Осы тұрғыдан мәселен Салтанатты алайық та. Бишімбаевты алайық. Салтанат күйеуге шықпаған қыз, жап-жас, әп-әдемі кәдімгі. Ал Бишімбаевты алайық. Оған дейін 2 әйел жіберген. Жемқорлықпен сотты болған. Психикалық басқа жағдайы күмәнді. Енді осылар тең ба? Деген әңгіме туады. Мәселен. Осы жерде мен бір ұқсастық көрем. Бұл жалпы тек бұл отбасында, бұл ерлі-зайыптылардың арасындағы жағдай емес, қазір қоғамдағы бар жағдай. Әмірхан Балықбек деген бір ағамыз болды. Сол кісіден сұрайым ғой мен, аға, не үшін оқыватсыз осы кітаптың бәрін? Не пайда енді сізге деп. Сізге қалай көмектеседі деймін ғой. Сөйтсем, бұл көмектеспеуі мүмкін, бірақ бір основада, фундаментте, бір сдерживающий фактор, якорь деген сияқты бәрібір бір неңде тұрады дейді болмысыңда. Сол сияқты білімі бар, дипломы бар кісіні бір сдерживать ететін фактор сонда болмағаны ма дегенім ғой, мен сұрағым келіп отырғаны, оған баратындай. Енді тағы стереотип мәселен. Дипломы бар адамдардың бәрі қылмыс жасамайды деген сөз емес. Дәл солай дипломы жоқ адамдардың барлығы қылмыс жасайды деген сөз емес. Адамның тәрбиесіне, ортасына, өткен өмір жолына барлығы түптеп келгенде адамды қалыптастырады. Сондықтан бір адамға баға беру, бір жағдайға баға беру өте бұл жағдайда қиын. Сондықтан менің ойымша заңның аясында барлығы шешілу керек, және менің ойымша тағы барынша қатаң жазаға кесілу керек деп ойлаймын. Неге? Себебі бұл тек Салтанаттың өліміне қатысты емес. Бұл жалпы күйеуінен зардап шеккен, тіпті қайтыс болған, тіпті қайтыс болу мүмкін әйелдердің барлығына қатысты. Мынау 2 жол айрықта тұрмыз қазір. Осыған байланысты осындай бір кез келген қоғам дағдарыс кезінде өзгереді. Әдетте қоғам өзгермейді. Адамдардың парадигмалар осындай әлеуметтік катаклизм кезінде, үлкен дағдарыс кезінде өзгереді. Мынау дәл сондай бір дағдарысты кезең деп бағалау керек. Қазіргі осы отбасылық, жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты заңның шығуы, осындағы осы тақырыптың көбірек қозғалуы, тіпті тікелей өтіп жатқан соттың өзі үлкен феномен. Біріншіден бұрын соңында болмаған, болғанда болуы мүмкін, бірақ қазіргідей резонанс алмаған. Қаншама 100 мыңдаған адам көріп отыр. Бұны да жақсылыққа балаймын. Себебі адам өзінің қателігінен сабақ алғаннан, өзгенің қателігінен сабақ алған әлде қайда арзанырақ түседі. Сондықтан Бишімбаевтың ісін жалпы ол үлкен феномен, ол билікке де жақсы бір жағынан. Адамдардың фокусы бір осындай үлкен істердің төңірегінде болатын болса, басқа нәрсеге көп алаңдамайды. Мәселен, болмаса батыс аймағын, солтүстік қанша су басып кетті. 80 жылда болмаған дүние. Бірақ адамдардың көңілі көп алаңдамаған сияқты. Неге? Себебі бәрі сотты көріп отыр. Талқылайтын әңгіме бар, айтатын өсек бәрі бір. Міне, сондықтан бұл жағдай шыны керек қоғамды сәлде болса түзеп кететін,
үлкен сабақ болатын осындай үлкен кейс. Шықа, енді мынандай әңгімеде осы бір қазіргі кезде бір тенденция, бір әйелдерде бір белсенділік бар сияқты, бизнес ашып жатқан бір әйел кісілер сияқты, кәсіп бастап, ізденіп, бір тренингтерге барып дейсіз ба, бір семинарларға қатысып, былайша айтқанда бір үздіксіз бір дамып жатқан бір әйел кісілер секілді болып көрінеді. Енді бір жігіттің бәрі ізденбей үйінде қарап отыр демейік, бірақ бір процентажы әйел кісілердің бір көбірек сияқты болып көрінеді да. Бұл неден өзі бір жігіттер бір басылып қалған сияқты ма, әлде бір жаңағы патриархат заманын өтіп бір әйелдердің бір кек алу кезеңі басталды ма? Қалай түсіндірер едіңіз осыны? Неге бұлай болып қалды? Менің енді нақты мәліметім жоқ. Жалпы кәсіпкерлердің қаншасы әйел, қаншасы еркек деген. Және қаншасы қаншалықты тренингке қатысып жатыр дегенде менде мәлімет жоқ. Бірақ менің білуімше әйелдердің белсенділік тануын мен өзім дұрыс деп есептеймін. Себебі қоғамның жартысы әйел, жартысы еркек. Әйелдер дәстүрлі қоғамдарды сияқты, мүмкін діні басымдау қоғамдар сияқты үйде отыратын болса, мүмкін бала қарап отыр, мүмкін қарамау мүмкін. Демек, қоғамның жартысы ғана жұмыс істейді деген сөз. Ал қоғам, мемлекет даму үшін әрбір адам жұмыс істеу керек. Әйел де жұмыс істеу керек, еркек те жұмыс істеу керек. Осы тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, мен әйелдердің белсенділігін біріншіден қолдаймын. Екіншіден, өзіміздің айналысып жатқан баспа ісін алатын болсақ, мазмұндама етіп отырған әйелдер. Бізде аутсорстармен бәрін қосып есептегенде 50-ге жуық адам жұмыс істейді. Сондағы аудармашылар, шығарушы редакторлар, корректорлар барлығы әйелдер. Неге? Себебі әйелдердің атқарушылық, орындаушылық қасиеттері менің өзімнің пікірім, мүмкін қателесермін, еркектерден жоғарылау көрінетін сияқты. Мәселен, өте жауаптылау болады әйел адамдар. Бұл екі. Үшіншісі, жалпы әйелдердің белсенділігі еркектердің белсенсіздігін көрсетпейді. Мәселен, кәсіп ашып жатса, демек әйел кәсіпкерлер аз, енді шығып жатыр. Менің ойымша, осы тіркелген кәсіпкерліктің бір киімі жартысы бәрібір еркектерге тиесілі. Одан көп болмаса. Енді әйелдер өзінің толмай қалған вакуумын толтырып жатыр деп ойлаймын. Бұған дейінгі. Қазір енді қоғам ашық, ақпарат алдыңызда, әлем кәдімгі алақандай, барлығы көрініп тұр. Сондықтан бір әйел кісілер енді бір шығып, енді көрініп жатқандықтан көп сияқты болып көрініп тұр дейсіз ғой демек, солай дұрыс түсіндім бе? Сосын мен өзім ауылда өстім. Қаланың жағдайын білмеймін. Мәселен, ауылдағы мектептерде ең жақсы оқитын оқушылар қыздар еді. Жігіттер емес. Мен қолымда мәлімет жоқ, болса осы ойымды дәлелдейді. Ауылдан оқуға түсіп жатқан түлектердің арасында қыздар мен жігіттерді салыстыратын болсаң, қыздар әлдеқайда көп. Демек, ауылдан қалаға келіп жатқандардың арасында, білім қуып, оқу қуып келіп жатқандардың арасында қыздар көп. Ал жұмысқа келіп жатқандардың арасында жігіт көп болуы мүмкін. Сондықтан, міне осындай жағдай, және ол дұрыс жағдай деп ойлаймын. Бірақ бұрыс жерде бар. Ол Сингапурда болған. Әйелдердің білімі артқан сайын, олардың тұрмыс құру ықтималдығы төмендейді екен. Сингапурда болған жағдай. Оны енді бұрыс-дұрыс деп те бағалау қиын. Бірақ факт сондай. Ал жалпы әйелдердің білімді болғаны, ынталы болғаны, белсенді болғаны
келесі ұрпақ үшін жақсы. Сіздерде мынандай бір факт дейміз бе екен, бір статистика жоқ па, мысалы мазмұндама, кітап сатуға қатысты бір көбірек ізденетін, көбірек кітап сатып алатын кімдер? Білімге құмартатын деген секілді. Біз дәл ондай статистиканы жүргізе қойған жоқпыз, бірақ біздің ойымызша, сезуімізше әйел адамдар бір 70% біздің кітаптарымызды әйел адамдар оқиды, қыздар. Демек бір неге жігіттер аз бәрібір процентажы, осы қызық маған. Неге жігіттер көбірек ізденбейді? Енді ол даму неге жоқ демек, неге төменірек болған шығар? Оны тереңірек зерттеу керек. Оқушы кезде қалыптасады барлық адамдардың мінез құлқы, құндылықтары. Мәселен, біз оқыған кезде мектепте, біз ең қиын кезде 90 мен 2000-нің арасында, дым жоқ кезде былай қарағанда оқыдық. Ол кезде жігіттер оқыған оқушыларды артқа тартып тұратын. Адамдар оқуға емес, мектептен қашып кетуге, 3-ші сабақтан кетіп қалуға, терезеден секіріп кетуге, анау мектептің сыртында наспай темекі шегуге, кеш болса көшеге шығып ысқыруға, бұрын 83-тердің әр жылдардың ысқырығы бар еді. Қазір бар ма жоқ па білмеймін оны, енді қалай өсіп жатқан. Енді сондай ортадан, аяқтан тартатын жаңағындай, керісінше көшеге көбірек тартатын, сондай ортада, әрине ол жігіттер сондай ортада өссе, білім басқаға ұмтыла қоймайды. Ал дәл сондай жағдайды қыздарға аударатын болсақ, қыздардың арасында ондай болған жоқ. Мүмкін қалаң жағдай бөлектеу болған шығар, енді бірақ ауылда сондай болды. Соның бәрі түптеп келгенде әсер етеді ғой деп ойлаймын. Бірақ шыны керек, бізде көптеген әлеуметтік зерттеулер жоқтың қасы. Мәселен, мен үшін қызық бір тақырып бар. Ол қазақ тілінде мектепте білім алғандар мен орыс тілінде білім алғандардың қаншасы жоғары оқу орнына түседі, және сол жоғары оқуын бітіріп шыққандар, қазақ бөлім бітіргендер, орыс бөлімін бітіргендер қаншасы жұмысқа орналасады, жұмысқа орналаса қаншасы мамандығы бойынша жұмысқа орналасады, және сол категория жұмысқа тұрғанда олардың айлығы қанша. Сол маған өте қызық мәлімет. Мәселен, ондай мәліметтер Еуропада, Америкада бар. Мәселен, мынау қара нәсілділер мен ақ нәсілділердің университетке түсіру, оны бітіру, маман болу айырмашылығы, оның айлығы, болмаса әйелдер мен еркектердің арасындағы деген сияқты. Кәдімгі, ал бізде ондай мәліметтер жоқ. Ол мәліметтер негізі өте маңызды. Қалай ойлайсыз, жаңа өзіңіз де әдемі айтып отырсыз ғой, мысалға Сингапурда әйел кісілер білімге көбірек мән берді дағына, тұрмысқа шықпай қалу қауіптің жаңа процентажын көбейтті деп. Біздің қазіргі мектепте, жаңағы жоғары сыныптарда немесе бір университеттерде оқып жүрген жігіттеріміз дамуды, бір білімді бірінші орынға қоймаса, ол ары қарай бала туу деген сияқты бір қазақтың сапасы, санына да тікелей әсер ететін фактор болып тұр ғой демек. Мен дұрыс түсініп отырмын ба сізді? Жалпы демографиялық толқындар болады. Білімі төмен, экономикалық жағдайы төмен елдерде былай демография жоғары болады, көп оқымаған елдерде. Ал қоғам оқыған сайын, білімге ұмтылған сайын, жұмыс деген сайын, жалпы бала туудың құны, оны мүмкіндік құны дейді. Мүмкіндік құны жоғарылап кетеді, бала туу күрт төмен дейді. Ал біздің Қазақстанда және Израильда қызық феномен бар да. Біздің жалпы жан басындағы табысымыз, егер әлеммен есептейтін болсақ, орта деңгейде деп есептеледі. Ал бұндай деңгейде қазіргідей көп демографиялық дүмпу болмау керек. Бірақ бізде бар.
Соған қарап ойлаймын да мен, жалпы ол біздің орта табысымыз адамдардың табысынан көбінесе құралмайды. Ол кәдімгі үлкен мұнай компаниялардың, басқа да компаниялардың табысынан құралады да, шынында да біздің орта табысымыз жаңа ішкі жалпы өнімнің жан басына шаққанда есептегендегісі жеке тұлғалар үшін төмен. Сондықтан да демографиялық дүмпу әлі жалғасып жатқан сияқты көрінеді. Ал менің ойымша демографиялық дүмпудің әрине осылай жалғаса бергені жақсы, бірақ санды сапаға ауыстыру механизмдеріне көбірек көңіл бөлу керек. Оған көңіл бөлінбей жатыр деп те айта алмаймын. Себебі бізде 11 сыныптық мектеп, орта мектеп былай қарағанда тегін. Колледждерде біраз тегін, мемлекет көп қаржы бөледі. Жоғары оқуда тегін десек болады. 100 мыңдаған грант береді. Бірақ осының нәтижесі қаншалықты ұлттың сапасын көтеріп жатыр, көтермей жатыр, ол жағы басы ашық мәселе. Мәселен, Американы алайық. Американың үкіметі білім гранттарын былай қараған бермейді. Бізде Қазақстанда жасалып жатқан жағдайдың көбін жасамайды. Бізде бала туған әйелге 2 жыл демалыс бере ме? Және 1 жыл бойы әлеуметтік ақы төлеп тұрады. Аз болса да, ол жақта жоқ. Бала туған әйел 2-3 ай жұмыс берушісі мүмкіндік береді, 2-3 айдан кейін жұмысқа шықпаса, жұмыстан шығарып жібереді. Аса талантты болсаң ғана университеттер білім грантын береді. Аса талантың болмаса, ақыл оқисың. Бірақ ақыл оқыған кезде оны қандай мамандық аласыз? Оны мен одан жұмыс таба алам ба? Одан дұрыс маман бола алам ба? Ертең несиемді төлеуім керек қой. Соның барлығын өлшеп, пішіп таңдайсыз да мамандықта. Сөйтіп сол мамандыққа барасыз. Өзіңіздің қалаған, осыны мен қолымнан келеді-ау деген мамандықты. Ал бізде мамандық таңдаудың өзі қызық қой. Бізде мамандықты енді тапсырып алған соң таңдайды өзің балына қарап. Ол мамандық деген сен жүрегіңнен шығу керек. Ол білмеймін, кішкентай кезіңде бір әртүрлі оқиғалардан бір пайда болу керек. Осындай болам деп. Көпшілік қазір енді балына қарайды, сосын осыған жетеді екен, былтырғысын қарайды, осыған жетеді, осыған түсіп кетем дейді, түсіп кетеді су шаруашылығына. Әйтеуір бар ма диплом? Бар. Ал шын мәнінде жұмыс істемейді. Қазір енді мүмкін бұл нақты болмас, бірақ оқу бітіріп жатқандардың менің ойымша 75%-ай, мен бір жерден оқыған мәліметте 75%-ай өзінің мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Бұл түптеп келгенде мемлекеттің шығыны ғой. Мемлекеттің шығыны. 75% маман болмайды, сонда үлкен мамандық дефицит пайда болады. Мәселен, адамдар жұмыс жоқ дейді ғой. Кәсіпкерлер жұмысшы жоқ дейді. Біздің саламызды алайық. Аударма. Аударма деген инженерия емес, бұл медицина емес. Былай қарағанда бір адамның қолынан келетін дүние сияқты. Гуманитарлық білімі болса, соның өзінен біз дұрыс аудармашы таппаймыз. Ол аудармашыларды оқу орындары дайындамайды деген сөз емес, дайындайды. Бірақ олардың көбі аудармашы болмайды, аудармашы болғандардың сапасы болмайды. Мен осы 2-3 университеттің аудармашыларымен кездестім. Студенттердің, болашақ аудармашылармен. Абылайхан университеті және Сүлеймен Демирел университеті. Сосын ұлттық университеттің де дипломатия факультетінде, бір халықаралық қатынастар факультетінде дипломатиялық аудару деген бір кафедра бар екен. Сұрап едім, аудармашы боласыздар ма деп. Аудармашы мен болам деген адамды өте аз кездестірдім. Неге оқыдың десе, ағылшын тілін үйрену үшін дейді.
тіл үйрену үшін 4 жылды сарп етудің қажеті жоқ. Маман болу керек, мықты маман болу керек. Біздегі үлкен парадокс сол, нарықта маман көп, бірақ жұмыс істейтін сапалы маман жоқ. Неге? Барлығы түптеп келеді да жаңағы мамандықты дұрыс таңдамаудан ол 4 жыл уақытын құртады. Ол 4 жыл ауада қалқып жүрмейді ғой. Ол тамақ ішеді, ол киінеді, ол студент. Ол ақша қайдан келіп жатыр? Ол ақшаны әке шешесі төлейді. Ол грантта оқыса, оған мемлекет оқу үшін төлейді, стипендия береді. Көп ақша ма? Көп ақша. Және қанша уақыт, 4 жыл өтіп кеткен мүмкіндік. Ал ең соңында ол маман болып шықпаса мемлекетке қандай игілік алып келеді? Міне, үлкен проблема, менің ойымша, экономикалық проблемада, барлық проблеманың түбі осыда. Қазақстанда маман өте тапшы. Шыға осы мынадай да бір көзқарас. Осы төңірегімізде, бәлкім сіз де сондайға куә болып жүретін шығарсыз. Осы көп жігіт бір 30-дан асып, 40-қа жақындап, бір тәуір жұмыс тауып, айлығы жақсы жұмыс тауып, тәуір көлік мініп дейміз бе екен, бір тұрақталған соң, бір дамуды, ізденуді, одан ары қарай да білім оқып жалғастырып, өзін профессионал ретінде дамытуды бір тоқтататын секілді бір әсер қалдырады маған. Ол тоқтау дегеніңіз енді былайша айтқанда бір тоқырау, бір деградация ғой енді түбі. Осы бір өзіңді өзің бір алға лақтырып отыру үшін, өзің бір самомотивация деген сияқты, білмеймін, бір жыл орныңды жаңағы суытып ары қарай жылжып кету үшін бір осы мотивацияны адам қайдан алады? Немесе қалай істеу керек осыны? Бұл менің ойымша табиғи дүние сияқты. Мәселен, өзімді мысал етіп айтатын болсам, мен 16 жасымда Алматыға келдім. Әке шешем ауылда тұрады. 6 айда бір барасың, сонда ғана 5-10 мың теңге қалтаңа тығып береді. Ал қалған жағдайда біз студент кезде официант болдық, түнімен жұмыс істедік мәселен. 3-ші курстан бастап газетке жұмысқа тұрдық. Онда да оқумен жұмысты қатар алып жүрдік. Ол нені білдіреді? Ол қажеттілік бар деген сөз. Сен бүгін жұмыс істемесең, ертең күн көре алмай қаласың. Сондықтан оның үстіне энергия көп, бойда қуат көп. Ұмтылады да адамдар белгілі бір деңгейге жеткен кезде, өзінің қауіпсіздігіне сенімді болған кезде тоқырай бастайды. Себебі ол жайлы аумақ. Үйленер, үй болар, көлік алар, тұрақты жұмысы болар деген сияқты. Бұл жайлы аумақ. Ал бұл жерде жайлы аумаққа бір жеткен соң, әрі қарай ұмтылу үшін не керек? Мақсат керек. Мақсат керек. Сен өмірдегі келген мақсатың бір көлік алу, үйлену, бір әйелден 2-3 бала тудыру, және үйлі болу, сол ма мақсатың? Жоқ әлде қоғамға жақсылық істеу, игілік істеу, түптеп қалғанда ол эгоистік пиғылдан шықсын, із қалдыру деген. Бірақ сен қоғамға із қалдыру үшін алып ешкімнен із қалдыра алмайсың ғой, беріп қалдырасың. Маслоудың пирамидасы бар ғой? Физикалық қажеттілік. Ол тамақ, ауа, үй, жай, тұрақты жұмыс, кәсіп. Екінші психологиялық қажеттілік. Сен жақсы көру керек. Құрметтейтін ортаң болу керек деген сияқты. Үшінші трансцендентальдық қажеттілік. Трансцендентальдық қажеттілік деген, анау екі физикалық қажеттілік пен психологиялық қажеттілік ол алу болса тек қана, мен ішем, мен жесем, мен жақсы көрсе десе, трансцендентальдық қажеттілік мен берсем деген қажеттілік. Енді ішіп жеп, жалпы 99 шығар, енді 99% адамдар өмірінде физикалық қажеттілігін қамтамасыз етеді. Үйің болса, ортаң болса, жұмысың болса, сенімен араласатын, сені сыйлайтын адамдар да болады. Демек, психологиялық қажеттілігін қалыптасады. Осы жерден тоқтайды 99% адам.
трансцендентальдық қажеттілікті тек 1% ғана адам жететін шығар. Осындай мен енді осы бір 4-5 жыл бұрын тренингтер өткізіп жүрдім ғой. Сонда жастар сұрайды, қалай дейді да, мен айтамын да, ең бірінші трансцендентальдық қажеттілікті ойлау керек. Не берем деп ойлау керек. Трансцендентальдық қажеттілік не берем деген ой. Соңғысы физикалық қажеттілік пен психологиялық қажеттілік не алам деген ой. Жастар айтады, мен қалай берем дейді да, мен жалаң аяқпын. Нем берем? Мен айтам, ең бірінші не берем деп ойласаң, сен бір нәрсе берсең, автоматты түрде психологиялық қажеттілігіңде, жаңағы физиологиялық қажеттілігіңде өтеледі. Өмір деген бір үлкен сапар ғой, оның жоспар құру мүмкін, мақсат, мұрат құрған кезде не алам деп емес, ең бірінші не берем деп ойласа, қалған дүниелердің бәрі өздігінен орнына келеді. Мен ойымша, жаңа сіз айтқан 30-дан аса 40-қа жеткен барлық енді өмірін қалыптастырған адамдар неге дамығысы келмейді, неге оққысы келмейді, жылжығысы келмейді деген сұраққа осы бастапқы задача, бастапқы міндет өзінің мойнына алған қандай. Жаңағы екеуін қажет қанағаттандыру болса, соны бітті. Ол 60-қа келсе, 70-ке келсе де осыдан тоқтайды. 99% адам осыдан тоқтайды. Осы сізге де қатысты соны сұрайын деп отыр едім. Мысалға, сіз бір облыстың әкімінің орынбасары болып тұрған жеріңізден бір шетелге, бір Гарвардқа оқуға кеттіңіз ғой. Мысалға, ол енді бір лауазым, бір қазақ лауазымды жақсы көреді, бір бастықсың, адамдар құрдай жорғалап тұр деген сияқты. Өзіңіз бұл бір психологиялық харакири деген сияқты бір қиын нәрсе ғой, шетелге білім ізденіп, жаңағы бір партада отыру деген. Осыған қайдан энергия таптыңыз? Жалпы бұл өте қызық сұрақ. Біз осыдан тағы бір 3-4 жыл бұрын, мүмкін 4-5 жыл бұрын бір жігіттермен, осы танымал жігіттермен, 40-тың төңірегіндегі 50-ге жетіп қалған жігіттермен бір дастархандас болып қалдық. Жігіттердің бәрі ауылдан келген адамдар, бірақ қазір әр салада біреу актер, біреу тағы бір нәрсе жетістікке жетіп жүрген. Сон әңгімеден әңгіме шығып, соң арасында мен сол Америкадан оқып келген кезім еді бітіріп. Әңгімеден әңгіме шығып, сол екі жігіт, олар да оқыған екен да, шетелде, шетел көрген екен. Шетел көрген қазақтар бар екен арасында бір екеу. Соны сұрастырып, қай уақыт қанша неше жасыңызда оқуға бардыңыз дейді, біреу 35 дейді. Біреу тағы бір нәрсе дейді. Әйтеуір 30 бен 40-ның арасын айтады. Мен 32-де кеттім. 32-де. Дәл сондай бір ортаға тап болдым, бірақ қаланың жігіттері, қыздары. Олардың көбі 25-ке дейін. Тіпті бакалаврды емес, кәдімгі магистратураны бітіргендердің өзі бір. Мына жақтан 4 жыл оқиды, 16 мен 20-ның арасында, сосын ары қарай 2 жыл, 20 жасында, 22 жасында шетелден оқып келген. Соң ойладым, неге? Біз ауылдан Алматыға болмаса басқа қалаға келген кезде, Алматы, Астана біз үшін Америка еді. Біз осы қаланың мәдениетін игерудің өзі, осы жерде тұрақтап қалудың өзі біз үшін үлкен жетістік, қуаныш еді. Ал қалада тұратын адамдарға енді басқа шетел көру деген, ол бір өміріндегі бір аттай салатын, біз қалаға бара салатын этап болса, оларды сондай этап болды. Сондықтан мен осы Алматыға келген кезде, осы менің құрдастарым, енді төңірегіңмен танысасын, не қыласын, сонда сыныптасы Америкада оқиды екен, ананкі Еуропада, ананкі андамында оқиды деген әңгімелерді естейсің, ара-тұра жиындарда кездесіп тұрасың, сонда ойлаушы едім. Менде ой болды, менде бір шетелге барып оқып келем деген бір мақсат болды. Бірақ ол мақсатқа мен 16 жасымда осы жерге келсем, 32 жасымда кеттім. Сонда қанша жылдан кейін? 18 жылдан. 18, былай қарағанда кемі бір 15 жыл қажет болыпты. Бұл жерде мен өміріңді тұрақтандырасың,
тұрақты табысың болады, содан кейін барып шетелге барасың ғой. Ауылдан сразу Америка аттанып кету үшін сенің әке шешең бай болу керек, кәдімгі қамтамасыз етіп тұру керек. Сол. Жалпы ол жаққа барған кездегі жоқ, тастап кету қиын болмады ма сізге? ол кезде барған кездегі мынандай болды. Шыны керек, мемлекеттік қызметке мен келуім өзі қызық. Мен журналистикадан бастадым ғой, өзім аудармашымын, ағылшын испан тілдерінің мамандығым бойынша. Журналистиканы мен оқыған жоқпын. Журналистикадан мемлекеттік қызметке ауысқаннан жас алашты білесіз ғой, үнемі снайдта жататын, қазір де солай оппозициялық, негізі газеттің бәрі солай болу керек деп ойлаймын өзім. Ашық, тәуелсіз. Соны ой болды. Біз осы үнемі үкіметті, болмаса әкімдерді кәдімгідей сынап жатамыз. Елдің жетістікке жетпесе солардан көреміз, сәтсіздіктерге ұрынса да солардан көреміз. Әйтеуір мемлекеттік билік, мемлекеттік қызметкерлер кінәлі. Сол мемлекеттік қызметке барып істеп көрейін өзім. Сол жазып жатырмыз ғой, соны енді айтып жатырмыз, жазып жатырмыз. Троянский конь. Соны қолмен өзім істеп көрейін деп мемлекеттік қызметке келудің өзі астарында сондай ой болды. Сосын мемлекеттік қызметтен мен бір көп істедім деп айта алмаймын. Бір жылдай энергетика министрлігінде істедім. Сосын Оралға кеттім. Ол жерде тағы медиа холдингті басқардым. 2 жылдай аппарат басының орынбасары болдым Батыс Қазақстан облысында. Сосын бір 2-3 ай президент әкімшілігінде жұмыс істеп кеттім. Сосын 4 жыл Атырау облысы әкімнің орынбасары болдым. Сол Атырау облысы әкімнің орынбасары болып жүрген 4 жыл істедім. Күнделікті бір нәрсені істей береміз. Мәселен, келесі жыл сол қайталанады барлығы, былай қарағанда. Ойладым, осы біз дұрыс істеп жатырмыз ба, бұрыс істеп жатырмыз ба? Мәселен, мемлекет даму деген бір төбе болатын болса, біз қай жердеміз, қай қырдың астында келе жатырмыз. Оған бару үшін мен не істеуім керек, сіз не істеуіңіз керек, төңірек барлығы не істеу керек. Бір нәрсе істегенде, мәселен, бір 42 шақырым жүгірген кезде марафонда бір 10 шақырым қалды деп көріп отырасың ғой, сол сияқты біздің баратын жерімізге қалай жетуіміз керек, ол үшін не істеуіміз керек деген ой мазалады да. Сосын бұрынғы жаңағы осы жерге Алматыға келгендегі шетелге оқуға кетем деген ой бар, солар қосылып, сөйтіп Америкаға оқуға кетім. 2 жыл болдым ғой да. Енді шыны керек, оңай болған жоқ. Оңай болмаған, мен сол жерге барған соң білдім. Кәдімгі өкіндіңіз бе? Қап отыра беруім керек. Бірақ өкінген жоқпын. Енді әкімнің орынбасарлары қазірде бар, астында көлігі, жаңа хатшы қызы, әркіммен қосып беретін, телефоны 3-4, кімге кез келген хабарласып отыратын, жаңа көмекшісі бар, бір әлеуметтік өзінің ортасы бар, азды-көпті абыройы бар деген сияқты. Былай қараған кезде адамға жел беретін сондай дүниелер ғой. Ал сен басқа жаққа барсаң, сенің ешкімің жоқ. Былай қарағанда мусорды бар, өзің шығарасың, барып өзің жүресің барлық дүниеде. Бірақ ондай нәрседен өту керек деп ойлаймын. Оны комфорттық зона, жайлы ортаны тастап кету. Мәселен, әкім орынбасары болып отыра берсең, сіз деградацияға, адам ретінде деградацияға ұшыратады. Әкім болып отыра берсеңіз де 3-4 жылдан кейін деградацияға кетесіз. Мүмкін басқа өңірлерді ауыстырмасаңыз, басқа жақтарға бармасаңыз. Осы Гарвард бір кіл мықтыларды іріктеп алады деп естіп жатамыз ғой, сол оқыған кезде. Сіздің бір саяси лауазымыңыз себеп болған жоқ па Гарвардқа баруға? Ол жерде саяси лауазым себеп болған жоқ, бірақ біздің оқыған факультетіміз мектеп дейді, ол жақта мектеп. Жалпы Гарвард бірнеше мектептерден тұрады, бизнес мектебі, білім мектебі, жаңағы біздікі өкімет мектебі. Біздің өкімет мектебінде government school. Онда журналистер, үкіметтік емес ұйымдар, қоғам белсенділері, сосын мемлекеттік қызметкерлер
дайындайтын бастапқыда. Соларды дайындайды, соларды оқуға қабылдайды. Енді мен өзім ойымша, менің ол жаққа өтуім, ол жақта қызық негізі. Біз енді барлығымыз 30, 40, 50, 60-тағы адамдар оқыды бізбен. Ең жастарының бірі мен болдым, шыны керек. Себебі ол бакалавриат емес, ол магистратура. Магистратураны ол жақта былай екен, бір маман болып бір 10-15 жыл жұмыс істейді, бір кәсіби біліктілігінен потолокқа тірелген кезде адамдар іздене бастайды. Обстановканы өзгертеді, сәл бір нәрсені оқып алады деген сияқты. Сондай кезде адамдар магистратураға түседі. Біздегідей емес, бакалавриатты бітірдің, келесі жыл магистратураға барып оқымайды көбі. Ғылым қуғандар солай оқиды. Мәселен, биологияда, мәселен, MIT-де бір қазақ жігіттер болды, бірінші курсқа түсті, 5 жылдан кейін магистратураға түсті, содан кейін PhD жасады, 10 жылда доктор болып шықты. Ондайларда, ол енді білім қуғандар. Менің өзім ойымша, мен эссем әсер етті деп ойлаймын. Себебі мен 2012 жыл Атырау облысына келгенде, сол жылы террористік, лаңкестік әрекеттер болды. 11-ші жылда болған екен. Содан кейін енді сол салаға жауап берген соң, жалпы мен өзім теолог емеспін, діни білімімде керемет деп айта алмаймын. Не істеу керек? Бір нәрсе істеу керек. Сөйтіп, мықты теологтарды жинап, Ерсін Әміре, Еркінбек Шоқай, Қанат Жұмағұл сияқты мықты жігіттердің біразын Атырауға жинап, 4 жыл табан тіреп жұмыс істеп, сол жерде сол 12-ші жылға дейін, Құдайға шүкір, қазірге дейін террористік ондай акті болған жоқ. Ал шынында да өте қиын еді ол кезде. Орталық мешітке барсаңыз, 90-95% жаңағы фанатиктер, деструктивтік әртүрлі діни ағымды ұстанушылар еді. 12-ші жылы Қазақстанның террористік деңгейі, терроризм болу ықтимал деңгейі өте жоғары болған екен да. 16-шы жылы, мен жұмыстан кеткен жылы, едәуір төмендеген екен. Енді әрине ол тек менің үлесім деп айта алмаймын. Дәл осыны екі бір қиын регион болса, біреу Атырау, біреу Ақтөбе болды. Осы діни фанатизм тұрғысынан. Бірақ енді біздің де жұмысымыздың әсері болды деп отырмыз. Соны жазған соң сол қабылдады деп ойлаймын. Шыға осы шетелде оқып келген жігіттерге қатысты айтылатын өз бір пікір бар, қазақ өзі жалпы ортақ бір өзгеріп кетті деген бір пікір бар. Бір енді шынымен бір ауылдан шықпағанның ақылы жаңағы ауласынан аспайды деген сияқты, шынымен бір шетел көргеннен кейін, әлемді аралағаннан кейін бір санада да бір трансформация болатын шығар, бұл бір заңды нәрсе шығар. Осы шынымен осы бір біздің сана трансформациясы бір қазақы құндылықтардан бір алыстатып жібермей ма? Өте қызық сұрақ. Жалпы өзгереді. Мына ауылда тұрған адам ана ауылға көшіп барса да өзгереді, көзқарасы өзгереді. Көзқарас деген адам парадигмалар, ақпаратты қабылдап, оны қорытып, оны жан-жақты қарастыру қабілеті. Шетелге барған адамдар өзгеретін себебі, мен өзімнің бойымдағы өзгерісті айтайын. Бұрын Қазақстанда тұрған кезде бір әлем Қазақстанмен ғана шектелетін сияқты еді. Жердің кіндігі осы ел сияқты. Ең мықты ұлт қазақтар сияқты. Ең көрген әсем жерің осы міне Қазақстаннан басқа ондай жерлер жоқ сияқты көрінеді. Ал шетел көрген, бізде мәселен 72 елдің студенттермен бірге оқыдық. Қазірде шетелге шыққанда қай жерге барсаң да сол адамдарға әлге дейін чатта хабарласып отырамыз. Әлге дейін былай қарағанда өзге елдердің былай абстракция, ол Қазақстан дегенде абстракция. Егер бір қазақ танитын болсаң, ол жақсы қазақ болатын болса, ол уже абстракция емес. Жаман қазақ болатын болса, ол абстракция емес. Адам сол елді бір нақты бір нәрсемен салыстыра отырып өзін елестетеді. Сондықтан
шетелге барған соң енді Америка деген былай қарағанда өз алдына бір өзге бір әлем. Ол жақта жоқ емес ұлт жоқ. Ол жақта қазақтар да бар, өзбектер де бар, ана Мадагаскардың халқы да бар. Латын Америкасының барлығы сонда жүр. Бүкіл Еуразия, білмеймін. Енді Антарктиканың пингвиндері жоқ шығар, қалған барлығы бар. Былай қарағанда бізде пәленбай ұлт деп бұрынғы идеология жүрді, ол жақта осы адамзаттың барлығы бар. Адамзатта 7 мың этнос бар дейді, сол 7 мың этнос сонда тұрады. Ондай жерде әлем деген тек Қазақстанмен шектелмейтінін, басқа әлем қалай қимылдап жатқанын, қандай әрекет даму үшін, басқа үшін, кім қай әлем не істеп жатқанын барлығын былай қарағанда құстың биіктігінде көресің да, барлығы тегіс көрінеді. Аналар былай істеп жатыр екен, аналар былай істеп жатыр екен. Бір профессорымыздың айтатын аналогиясы бар. Балкон және би алаңы деген. Мәселен, би алаңында билеп жүрсең, алдындағы серіктесіңді ғана көресің, билеп жүрген бірге. Ал балконға шығатын болсаң, бәрін көресің. Кім кіммен билеп жүр, кім не киіп алған, кім мас емес мәселен. Сол сияқты бір балконға шыққандай күй кешесің ғой. Сонда шында да трансформациялық өзгеріс болады. Сонда мүмкін қазақылықтан алыстап кетті деп те айыптауы мүмкін, себебі сен бір адамзаттық санаға, сен бір өзің тек қана қазақтардың бір бөлшегі деп санамайсың да. Сен қазақсың, бірақ сен адамзаттың бір бөлшегісің. Абай атамыз айтады ғой, адамзаттың барлығын сүй, бауырым деп. Ол адамзаттық санаға жеткен адам ғой былай қараған кезде. Ол кезде жаңағы әлі ауылдың деңгейіндегі тайпалық сана. Қазір енді біз ұлттық сананы қалыптастыра алмай жатырмыз. Илон Масктардың мәселен адамзаттық сананың деңгейінде өмір сүріп жатқан адамдар. Сондықтан жалпы қоғамды өзгерту үшін, білмеймін, басқа ақырынан қарау керек шығар әр дүниеге. Осыдан біраз жыл бұрын, мысалға, әңгіменің ауанын өзімізге бұрайық. Қазақстанда, мүмкін енді ол әлемде де болған шығар, біз енді жаңағы сіз айтпақшы Қазақстанда отырғаннан кейін Қазақстанмен өлшейміз ғой. Бір тайм менеджмент деген инструмент бір трендте бізде. Елдің бәрі жаңа тайм менеджмент, уақытты есептеу, жаңағы үнемдеу деген сияқтымен бір өмір сүретін. Қазір енді бір энергия дейміз бе екен, коммуникация деген сөздер бір жиі айтыла бастады. Бір тайм менеджмент бір ескірген құралға айналып кеткен сияқты бір әсер қалдырады. Осы қазіргі айтып жүрген, бір қазіргі жаңағы оқыған адамдар насихаттап жүрген құралдарда ертең бір 5-6 жылдан кейін ескіріп қалмай ма? Жалпы тайм менеджмент болсын, коммуникациялық дағдылар болсын, адамның қуатына байланысты түрлі тренингтер болсын, оның барлығы адамды жетілдіру үшін, адамды тұлғалық дамыту үшін қажет дүниелер. Мүмкін кей уақытта сондай бір тайм менеджменттің курстар көбірек сатылып, көбірек белгілі болған шығар. Бұлар енді әсіресе 20-шы ғасырдың басында батыс Еуропасында, Америкада сондай тренерлер көп қалыптасты. Бұл да өз алдына бір нарық шыны керек. Нарық деген бір адам өзінің еңбегін сатып күн көру керек. Ол еңбек құндылық болу керек, құны болу керек. Демек сұранысқа ие болу керек ол. Жұрттар сол үшін ақша төлеу үшін. Сондықтан бір нарық қалыптасты, адамның өзін дамыту деген сияқты дүниелер нарыққа қалыптасты да, кәдімгідей қазір не бір тренингтер, басқалар өтіп жатыр. Шыны керек сол әрбір тайм менеджменттің төңірегінде де, қандай төңіректе де осы тек қазақтардың емес, бүкіл әлем халықтарының мәселен мақал мәтелдері бәрі соның ішінде тұр. Дүние танымы, барлық кішкентай кезінен тыңдап өскен ертегі, әңгімелері, мәселен барлығы сонда тұр. Жалпы бұл дүниелер менің өзімнің ойымша керек әрине дағдылар. Ол дағды деген не? Дағды деген бұл жазу, оқу, үйрену, бұның бәрі дағды ғой. Сол сияқты ол дағдыны да меңгеру керек.
иә, уақыт енді былай қарағанда сіз уақытты қалай пайдаланасыз, сіздің өмір сапаңыз соған негізі байланысты болу керек, және солай болады да. бір трендтен түсіп қалмай ма мысалы қазір біз қайта айтып жүргеніміз? Жоқ, уақыт енді 24 сағат уақыт қой, қанға да қараға да берілетін. Оны қалай өзіңнің игілігіңе, төңірегіңнің игілігіне, қоғамның игілігіне қалай пайдалану керек. Иә, ол үшін не істеу керек? Ол үшін жоспар құру үшін мақсатың болу керек деген сияқты. Бәрі бір-біріне жанаса беретін. Ал мақсатты іске асыру үшін не қуатың болу керек? Қуатты үнемдеу үшін коммуникация керек деген сияқты. Ол үшін приоритет керек. Қай сен қуатың, сен жалғыз адамның қуаты ғой былай қарағанда. Жалғыз аттың күші бар деген сияқты, жалғыз адамның күші бар бойыңда. Сен барлығына жетпейді. Оны приоритет керек, приоритет қоюды да үйрену керек. Былай қараған кезде өмір дағдылары бұлар. Осыдан 14-ші жылы Атырауға Шевронның қаржылық демеушілігімен халықаралық жастар қорының осындай бағдарламасын сатып алдық. Өмір, life skills деген, өмір дағдылары. Қызық нәрсе байқадым сол кезде. Оның қажеттілігін айтамын да. Бізде мектепте жаңағы айтылып отырғанның біреуін де оқытпайды шыны керек. Ақша санап та үйретпейді мектепте. Ақшаны ұстауды да үйретпейді, уақытыңды басқаруды да үйретпейді. Былай қарағанда кәдімгідей академиялық, таза академиялық білім береді ғой. Ол жерден пайдаға асам, аспаймын, ол екінші әңгіме. Сөйтіп алып келдік. Өмір дағдыларында 50 дағды бар екен. Тіпті резюмені қалай толтыруға дейін үйретеді ішінде. Уақыт басқару, өзің құндылықтарыңды айқындау, мамандық таңдау деген сияқты. Сөйтіп жоғарғы сыныптарға және колледждің кейбір университеттердің студенттеріне сол бағдарламаны енгіздік. Енгізбестен бұрын Америкадан тренерлар келді, біздің өзіміздің оқытушыларымызды үйреттік, қалай сабақ беруге болады. Инструктор қылып үйреттік та. Олар инструктаж алған соң, енді мұғалімдер ғой. Соны оқи бастады. Ол бағдарлама әлі жүріп жатыр. Оқи бастады. Соны 3-4 айдан кейін бір ата-ана келіп, маған кәдімгідей алғыс айтты. Баласы колледжде оқиды екен. Сөйтіп жазылған ғой жаңа бағдарламаға. Сол бағдарламаға жазылған соң баламның көзқарасы күрт өзгерді дейді. Көзінде бұрын кәдімгідей барасың ба, бармайсың ба, ұйқыдан әрең оятып таңертең сабаққа жіберіп, мәселен алқам-салқам болып әйтеуір қайтып келіп сөйтіп жүретін бала қазір көзінде от пайда болып, ерте тұрып алып бір нәрселерді оқитын болып, мен анау болам, мынау болам деп айтатын болды деп. Міне көрдіңіз ба? Ол енді ол бала 11 жыл мектепте оқыды, тағы 2-3 жыл колледжде оқыды. Бірақ жаңағы өмір дағдылары бағдарламасына 3 ай ма сондай өз курстың ұзақтығы. Мен бастапқыда әрқайсына жаңағыдай кішкентай оқыдың деген сертификат беруіне қатысқанмын. Сонда 3 айлық курс адамға парадигмасын адамның қалай өзгертіп жіберді. Кәдімгідей ілде байлап жүрген бала кәдімгідей көзінен от жанып, кәдімгідей мақсаты пайда болып, жоспар құрып, өмірге қызығушылық артып, солай шыға келді кәдімгі. Ондай кезде адамның еңсесі де тік жүреді, өзінің қимыл қозғалыста да ширақ болады. Міне. Сондықтан бұлар негізі өте керек, және менің ойымша осындай бағдарламаларды барлық Қазақстанның мектептеріне енгізу керек. Мектепте көпіне өмір сүруді үйретпейді ғой мектепте. Бізде білімді үйретеді, бірақ білім маман болу үшін керек шығар, бірақ күнделікті өмірде бізге қажет жоқ қой. Мәселен, бізге отбасы болып үйретпейді. Ал отбасы болу деген өмірдегі былай қарағанда ең бір маңызды жұмыстардың бірі екен да. Біз былай қарағанда ол туралы ешқандай біліміміз жоқ, дым жоқ, кәдімгідей басымызды тауға тасқа соғып үйренеміз. Көп адамдар үйрене алмаған соң 50%-дан асты деймін, осы от асқандардың жартысынан көбі ажырасып кетіп жатыр. Осында да бір мән бар. Сондықтан мектепте тек білімді емес, жалпы өмір сүруді, төңірегімен қарым-қатынас істеуді міндетті түрде үйрету керек. Тағы кітаптар да қатты адамның көзқарасын өзгертеді. Ең алғашқы кітаптарымыздың бірі Дейл Карнегидің «Адамдарға ықпал ету» өнерін біз аудардық та Шымкенттен бір жігіт хабарласады.
кітап сатайын деп едім, мына көрген ғой, маған бір 50 данасын жібер, кейін 100 дана, 150 данасын алып кетті. Сен, мен тек қана осы кітапты сатқым келеді, себебі бұл кітаптың мен орысшасын оқыдым дейді. Өзі балалар үйінде өскен екен. Орысшасын жартысын түсіндім, жартысын түсінбедім дейді. Бірақ түсінгенімнің өзі маған әсер етіп, өмірімді өзгертіп жіберді дейді. Сөйтіп, мен қазір мына кітап сатумен, соны оқып алып, мен кітап сатумен айналысып, кәсіппен айналысып, кәдімгі инстаграмасы бар, өзінің оқырмандары бар. Бір 50 кітапты бір күнде сатып жібере салады. Осы кітапты оқыған соң мен өзгердім дейді. Көрдіңіз ба? Адамды өзгертетін тамақ емес. Тамақ өзгертеді физиологиялық тұрғыдан. Жемесең арықтайсың, жесең семіресің. Адамды өзгертетін, санасын өзгертетін, сапалы өзгертетін адамды. Бұл оқу, білім, кітап. Сондықтан да біз ана кофе-бук деген қазір аштық қой. Мақсатымыз негізі адамға кофе беру емес еді. Адамға білім тарату еді. Ал білімді қайдан таратасың? Адамдар қай жерде жүреді, сол жерлерге апару керек білімді. Міне мақсатымыз да сол. Сондықтан кітап сатып алған адамға тегін кофе береді. Сондықтан қоғам өзгеру үшін көбірек оқу керек, көбірек білу керек, тренингтің, әрине сапалы тренингтерді өту керек. Мен қазір түсінбеймін, бір тренингтер өтеді 500 мың, 1 миллион адамдар төлеп жатады. Ол не керек ол тренингте? Ондай тренингтің 7 атасы YouTube-та тегін тұрған жоқ па? Былай қарағанда. Болмаса бір кітапты оқу көп болса 1000-2000 теңге тұрар. Танымдық кітаптар мәселен, әр бағыттағы. Сен одан 10 тренердің бергенінен көбірек аласың. Әрине қорыту керек оны. Оны қорытқың келсе, кітап клубын аш. 3-4 адам бірге оқыңдар, талқылаңдар әрқайсың. Сол кітаптан түйгендеріңді өздеріңнің іс-әрекеттеріңе айналдырудың жоспарын құрыңдар. Себебі адамның уақыты инвестиция ғой. Сен оқу арқылы бұған инвестиция салдың. Оның қайтарым болмаса, ол оқыған кітабыңнан. Не үшін саласың оған уақытыңды? Сол сияқты менің ойымша барлық тренингтер қажет, бірақ оған үлкен ақша жұмсап, басқа қылып емес, жай бастап үйрену керек. Шыққа болса, Шымкент деп жатырмыз. Карнегидің кітабын сатып пайда тапты деп жатырмыз. Осы бір коммуникацияны бізде бір пысықтық деп қана бір шетінен ғана, бір ракурсынан ғана қарау бар сияқты көрінеді маған. Осы пысық болғанның несі жаман шынында? Жоқ, коммуникация деген негізі ол пысықтық емес. Жалпы кез келген сөзге түрлі мағына бере береді ғой. Ол негізі коммуникация деген өз ойыңды тыңдарман қандай сөзге қандай мағына салдың, қандай ойға қандай мән салдың, дәл сен айтып отырғаныңды дәл сен ұққаныңдай түсіну. Және ол коммуникацияның бірінші заңы. Егер коммуникацияның бірінші заңы мынандай. Коммуникацияның бірінші заңы тыңдарманның түсінуіне айтушы жауапты дейді. Егер тыңдарманың түсінбесе, тыңдарманың кінәлі емес. Сен кінәлісің. Демек, сен оған дұрыс коммуникация жасай алмадың ойыңды. Ойыңды жалғай алмадың дұрыс. Сондықтан коммуникация деген бұл үлкен сала. Бұл кәдімгі университеттерде, кәдімгі факультеттер бар, коммуникация мамандары бар. Бұл түрлі коммуникация болуы мүмкін. Бұл күнделікті мәселен өзінің ойын мұғалімдер оқушыларға түсіндіру керек. Бұл да коммуникациялық дағдылар. Кейбір мұғалімдер бар, мәселен берген сабағынан ешкім ешнәрсе ілмей шығады. Бұл коммуникациялық дағдының кемшілігі. Ал кейбір мұғалімдер бар, айтқан қағып алады. Сондықтан коммуникация, яғни сенің айтқаныңды жұрт түсінетіндей, ұғатындай ету, бұл былай қараған кезде бұл дағды өнер. Билік пен халықтың арасында коммуникация, күнделікті коммуникация, билік пен халықтың арасында дағдарыс кезінде коммуникация. Бұның бәрі әрқайсысы үлкен ғылым негізі.
зерттеліп, әртүрлі кейстер бар, әртүрлі тәсілдер бар, әдістер бар деген сияқты. Сондықтан коммуникация деген бұл әбжілдік, пысықтық емес, бұл кәдімгі адамдармен қарым-қатынасымыз. Олар біздің ойымызды дұрыс түсінуін коммуникация деп атайды. Мазмұндама қоры туралы да бір мен білгім келетін, шынымен өзімнің білгім келетін бір сұрақ бар да. Мысалы сіздер кітап аударып жүресіздер, әлемдік бестселлерлерді аударасыздар деген сияқты. Осыны қалай таңдайсыздар мысалға? Қазақшадан басқа тіл білмейтін дейікші, жаңағы сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, Шымкенттегі жартысын ғана түсінді деп. Аудитория шетелдік бір автордың кітабын оқиды, оның не оқып жатқанын мазмұндама қор шешіп жатыр, былайша айтқанда. Осыны қалай таңдайсыздар? Мынаны оқу керек қазақ оқырманы, мынаны оқымау керек деген. Ең бірінші мазмұндаманың миссиясынан бастасақ, бұны не үшін құрдық? Не үшін біз ең бірінші не үшін әлем әдебиетін, әлемнің ақыл ойын кітаптарға жинақталған аударуға мәжбүр болдық? Оны миссия мұрат еттік. Себебі кез келген елдің дамуы сол адамдардың дамуынан басталады. Дамыған адамдар ғана дамыған мемлекетті құра алады. Мемлекет деген абстракция, адамдар бұл нақтылық, конкретика. Ал адамдар қай уақытта дамиды? Тамақ ішкенде дамуы мүмкін физиологиялық тұрғыдан. Ал интеллектуалдық тұрғыдан оның қорегі ақпарат. Демек, олар сөйлейтін, сол адамдар сөйлейтін тіл дамыған болу керек, ақпарат көп болу керек. Сонда адамдар дамиды. Солар сөйлейтін тілде ақпарат көп болу керек, кітаптар көп болу керек. Төңіректің барлығы, YouTube, болмаса телеарналар барлығы, сапалы ақпараттар қазақша болу керек. Яғни, ал тілдің дамуы оның сөзінің қорымен есептелмейді. Сөздің қорымен есептелетін болса, қазақ тілінде қанша бір 2 миллион сөз бар деп айтады ғой. Онымен қазақ тілі дамып кеткен жоқ қой. Оның сол тіл өзінің бойында сақтайтын ақпараттың көлемімен есептеледі, контентімен есептеледі. Сондықтан мазмұн, контент, бастапқы идеямыз осындай. Қазақ тілінің мазмұнын дамыта отырып, қазақ тілін дамыта отырып, қазақтарды дамыта отырып, Қазақстанның дамуына үлес қоссақ па деген ой болды. Біздің миссиямыз. Әр нәрсенің өзінің миссиясы болу керек, және ол миссия қоғамға пайда әкелу керек. Қоғамға пайда әкелетін миссия құрсаңыз, бізде енді ашылған жыл жаулып қалатын мүмкіндіктер болды. Бір 3 жыл, 4 жыл өзін шыны керек ақтаған жоқ. Әйтеуір аннан кәсіпкер жігіттер бар, басқалар бар, көмектескен адамдар болды. Сөйтіп бірден міне жүріп кетті. Міне 4-ші жылға келгенде өзін ақтай бастады. Әлемде 2 миллион кітап шығаралы, 2 миллион атау кітап шығады екен әлемде. Көрдіңіз бе? Адамзаттың ақыл ойы қаншалықты дамып жатыр. Контент қаншалықты дамып жатыр. Қазақстанда 2,5 мың кітап шығады. Атау. Оның жартысы қайта басылған, және жартысы оның орысша. Мына Ресейде 120 мың атау жаңа кітап шығады екен. Олардың халқы бізден көп болса 10 есе, қазір 10 есе емес, бір 9 есе көп шығар. Бірақ оларда жылда шығатын кітаптар бізден 100 есе көп. Көрдіңіз ба? Олардың контенті қаншалықты көпті қалай дамып жатыр. Түптеп келгенде біз контентті дамыта алмасақ, біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, өзге тілдерде сүлдерлесуге мәжбүр боламыз. Өзге тілден ақпарат алуға мәжбүр боламыз. Я болмаса алмаймыз. Алмасақ деградация. Осы тұрғыдан қырғыздарға да көмектесіп жатырмыз олардың тілдерін дамытуға. Осы маусым айында олар бізден тәжірибе алып, мазмұндаманы құрайық сол жақтан деп, біз енді барлық білген ақылымызды осы уақытқа дейін түйген тәжірибемізді беріп жатырмыз. Ол жақта Бішкектің төңірегінде ғана орысша сөйлейді, қалған барлығы орысша жоқ, қырғызша ол жақта. Ал ол қырғыз тіліне көбірек контентін жасақтай алмаса, қырғыздар деградация болады. Или басқа тілден ақпарат алуға мәжбүр болады. Басқа тілге доступы бар, басқа тілден
ақпарат алуға қолы жететін, яғни сол тілді білетін адамдар уже элита саналады. Мәселен, 20 ғасырдың 19 ғасырдың соңында Қазақстан дәл сондай болды. Тілмаштар, нелер элита саналды да, қалған басқа орысшаға қолы жетпейтін адамдардың барлығы әлеуметтік жағдай, басқа жағынан да төмендеу өмір сүрді. Қазір де сондай шығар, әлі инерциямен келе жатыр. Сондықтан мақсатымыз негізі қазақ тілін, контентін дамыту, көбейту. Ал контент ол ақпарат. Оны ғалымдар жазады, олар жазушылар, қаламгерлер. Ол кітапқа түсуі мүмкін, қағаз тасымалдаушылар, электрондық болып тарауы мүмкін. Маңызы ода емес, маңызы сол контентті генерациялау, соны шығару, өндіру көбірек. Ал оны біз қалай таңдаймыз? Ол қызық сұрақ. Оны бастапқыда мен таңдағанмын. Қазір де таңдауға араласам. Қазір бізде әркім қандай кітап шығарғысы, қандай кітапты оқыды, мәселен, танымал кітап па, көп өтілген ба, ішінде құндылығы бар ма, соны саралап отырып ұсынады. Шығарушы редакторлар ұсынады. Мен де ұсынам. Сосын біз көрмелерге көп барамыз. Соны көп тыңдаймыз әртүрлі. Қандай кітаптары жақсы оқылып жатқан, қаншалықты қажет. Осы тұрғыдан біз 2-3 бағытта кітап шығарамыз. Бірінші, әлемдік классикалық көркем әдебиет. Мәселен, қандай кітапты алсақ екен? Шерлок Холмсты алайық. Шерлок Холмстың жазылғанына, білмеймін, 100 жылдан асты ғой. Әрине, оны біздің ұрпақ емес еді оны қазақшаға аударатын. Бізге дейін 2-3 ұрпақ аударып тастау керек еді оны қазақшаға. Бірақ оны біз аудардық, мәселен, бұрын аударылмаған. Сол сияқты кітаптар көп. Демек, әр ұрпақ өзінің жүгін максимум келесі ұрпаққа тастамай, өзі апаратын жеріне апарып тастау керек. Келесі ұрпақтың өзінің аударып алатын дүниелер жететін болады. Сол екінші жан танымдық әдебиет, психология, бизнес. Енді біз мемлекеттен ешкімнен тікелей қаржыландырылып отырмаған соң, қоғамда қандай сұранысқа ие, сол бағыттағы кітаптарды аударамыз. Және үшінші бағытымыз балалар әдебиеті. Өте маңызды. Себебі балаларды кітап үйретуге, кітап оқып үйрете алмасақ, яғни білім іздеп үйрете алмасақ, олар өскен соңда үздіксіз даму деп аталатын, өмір бойы оқу деп те аталады. Сондай үдерістерге ілесе алмай қалады, өмір бойы үйрене алмай қалады, өмір бойы оқи алмай қалады. Қазіргі тарихи өзгеріс процестер өте жиілеп кетті. Бұрын 3-4 ғасырда мәселен болатын дүние қазір 1-2 жылда болады да. Сен бұрын 50 жылда ел жаңа дейтін еді, қазір 50 емес 5 жылда ел жаңа. Технологиялық төңкерістердің қарқыны сонша, адамдар кәдімгідей осы өмірге бейімделу үшін, үйрену үшін, жаңа жетістіктерге жету үшін үнемі ізденісте жүру керек, үнемі оқып жүру керек, және үнемі үйреніп жүру керек. Соны қазіргі жағдай, қазіргі шынайылық, реальность соны талап етеді. Шыға бір сұрағым қалды осы. Біздің бағдарламамыз енді бір жігіттер жиі көріп отыр деп ойлаймыз, үміттенеміз солай. Бір жетістікке жеткен адамдардың бірісі ғой. Бір Шардарада жүрген Шыңғыс Мұханды бір Гарвардқа дейін жеткізген не нәрсе өзі бір? Осының бір рецепті не? Жігіттерге қалай түсіндірген болар едіңіз осыны? Шыны керек, мен бір мектепті өте жақсы оқыдым, 5-пен бітірдім деп айта алмаймын. Әдетте оқушылар бастауышта 5-пен бітіріп, сосын біз енді 4 секірдік, 5-ші сыныптан кейін дұрыс оқымайды ғой. Мен тіпті 1-ші класста да отличник болмағанмын. 2-нде де ешқашан үздік оқымағанмын. Бірақ енді сондай ортада өстік па, мәселен, әкем аудандық газеттің редакторы болды. 30 жылдан асам. Үйдің барлығы кітап болды. Бірақ ол кітаптың барлығын мен оқыдым деп те айта алмаймын.
типқа ашып оқып жүрдік. Сол аура мен 9-шы 10-шы сыныптарда ойландыра бастады. Мен ертең кім болам, кім болғым келеді, не істеу керек деген сияқты ойландыра бастады. Сонымен оқуға түстім, Алматыға оқуға түсіп, Жас Алаш газетінде жұмыс істеп, ол ортада көп әсер етті. Жалпы Қазақстанды тануға сол орта әсер етті десе болады. Кәдімгі сол жерде жында да мен шардаралық емес, былай қазақ болып, Қазақстан азаматы болып қалыптастым. Оңды солым танып, жалпы мемлекетте болып жатқан дүниелердің барлығын күнделікті оқып жазып отырған соң. Біріншіден ізденіс, екіншіден мәселен кейде айтады ғой, мәселен осы да жарар, жайбарақаттық демейді оны, шүкіршілік дейді. Адам өзінің жетістігіне келгенде, ізденіске келгенде шүкіршілік танытпау керек. Осы да болады деп қоя салмау керек дейсіз ғой. Мәселен мен 3-4 дипломым бар. Олардың барлығы мен өміріме бір пайдасы тікелей тиіп жатыр деп айта алмаймын. Бірақ пайдасы тимей де қалып жатқан жоқ. Мәселен, бірінші диплом аудармашы, 4 жыл оқыдым бақандай. Екінші диплом экономист, оны 2 жыл оқығанмын. Бакалавриаттан кейін екінші бакалавриат 2 жыл бізде. Сосын MBA, Master of Business Administration. Онда 1 жыл оқыдым. Содан кейін барып Гарвардта MBA, Master of Public Administration. Ол да магистратура. Оны оқыдым. Былай қарағанда менің 3 дипломым бар екен да. Сондықтан жігіттер көріп отыр деп отырсыз ғой. Сондықтан дамуға келгенде, жетілуге келгенде, жетістікке ұмтылуға келгенде шүкіршілік танытпау керек. Шыңғыс Мұқан бір інілеріне ұсынатын бір топ 3 кітап. Қазақ жігіттері міндетті түрде оқу керек 3 кітап. Ол кітаптар неге байланысты? Адамның талғамына байланысты ғой. Адамдар нені оқиды? Мәселен, кейбір адамдар көркем әдебиетті оққан жақсы көреді, кейбіреулер бизнес әдебиет, кейбіреулер психологияны оққан жақсы көреді. Мен енді басқа кітаптарды айтпайын. 2-3 кітапты, танымдық кітаптарды айтайын. Маған әсер еткен кітаптар. Бұл бірінші жаңа Шымкенттің жігіті сияқты Дейл Карнегиді оқып алу керек. Себебі адамдардың жетістігі 80% өзін емес төңірегіндегі адамдарға байланысты екен. Адамдар жетістікке адамдар арқылы жетеді екен. Мәселен, кәсіпке жетсеңіз, сіз жалғыз өзіңіз еш нәрсе істей алмайсыз ғой. Адамдармен істеу керек деген сияқты. Сондықтан өте былай базалық іргетас кітап. Әлге дейін 80 жыл болған, шыққан, әлге дейін сатылып жатқанына. Екінші кітап маған қатты әсер еткен Керол Дуэктің Mindset деген кітабы. Біз ойлау деп аудардық. Ол кісі өзі Стэнфордтың психология профессоры. Мен ол кісімен кездескенмін Америкада жүргенде. Ол адамдарды 2-ге бөледі жалпы. Шектеулі ойлау жүйесі және дамуды қалап тұратын ойлау жүйесі деп. Оны және ол эксперимент жасайды бірінші сынып оқушылар, бастауыш сынып оқушылардың арасында. Мәселен, 3-ші сынып оқушыларына 5-ші сыныптың математика тапсырмасын береді. Сонда көп оқушылар, былай қарағанда, жарты оқушы өзінің сауатына күмәнданып қалады. Өзінің мүмкіндігіне күмәнданып, енді түсінбей шығара алмай жатыр ғой. Өзі бұқпантайлап сөйтеді. Ал кейбір жартысы шығара алмаса да, енді алдында қиындық тап болды ғой, челлендж, қиындық тап болды. Соған бұл қиындықтан қалай еңсеру керек, қалай шығарам деп қызыға бастайды, жандағыдан сұрайды, мұғалімнен сұрайды, мынау қалай, мынау қызық екен, неге мынандай сызық бар деген сияқты. Содан басталған идея ғой, демек адамдар 2-ге бөлінеді. Біреу қиындыққа тап болған кезде ежик сияқты бүрісіп қалады, кіріп шешен сияқты. Екіншісі керісінше қиындыққа тап болған кезде ашылады. Ашылатын адамдарды ол growth mindset деп бағалайды, яғни дамуға бейім ойлау жүйесі бар адамдарды. Анау шектеулі
fixed mindset дейді. Сосын айтады, адамдардың жартысы солай болады дейді. Оның тәрбиесі, отбасында көрген жағдайы бәрі әсер етеді, және оны өзгертуге болады дейді. Мәселен, сізде fixed mindset болатын болса, жаңағы шектеулі, оны өзгертуге болады. Оны қалай өзгертетіні сол кітапта жазады. Тағы бір кітап, енді қазір жас жігіттердің көп кәсіп жасағысы келеді, өздерінің қолдары өзінің аузына жеткісі келеді. Ақша психологиясы деген кітапты аудардық. Ол жалпы ағылшынша варианты да өте кең таралған, көп данамен, миллиондаған тиражбен сатылған. Өткенде Қытайда барсам, Қытайда да сол қытайшасын аударып қойды сол кітаптың. Осы қоғамда, әлемде бар ақша не сияқты, бір суда жүрген балықтар сияқты ғой. Бір бәленбай триллион ақша бар. Қоғамда жүр ол. Ананың қалтасынан, ананың қалтасына өтеді, ананың қалтасынан наған өтеді, бүйтіп қоғамда айналып жүр. Былай қарағанда, кез келген адам бір мезетте бай болып шығуға, болмаса кез келген адам, бай адам бір мезетте кедей болып қалуға мүмкіндігі бар. Ықтималдығы жоғары. Ал сондықтан сол ақша психологиясында үйретеді, қалай ақша табу керек екен, онда қандай психология болу керек екен. Ақшаның жалпы адамдардың арасында айналу логикасын көрсетеді да. Сол жалпы кәсіп істеймін деген адамдар, балалар болса, жігіттер болса, соны оқып алса болады. Адамдарды кітап сатып алып оқуға үйрету керек та. Бір кітап сәл бір әйтір құндылық болады ғой кез келген кітапта. Соны бір пайдасы тисе, содан бір үйренсе кітап оқып. Адамдар кітап оқи береді. Сатып алып оқиды. Бұл әр адамның кітап алып сатып алуға жұмсаған ақшасы түптеп келгенде қазақ тілінің контентіне жасалған инвестиция. Және сол тілде сөйлейтін адамдардың, олардың ұрпағының болашағына жасалған инвестиция. Mesela орысша кітап сатып алсаңыз, сіз Ресейдің, болмаса орысша сөйлейтін адамдардың контентіне, солардың болашағына инвестиция жасайсыз. Сондықтан ал бізде өкінішке қарай кітаптар көп өтпейді. Халық көп кітап алу мәдениеті, кітап оқу мәдениеті бізде енден дамып келе жатыр ғой. Сондықтан әлеуметтік желіде белсенді, өзінің аудиториясы бар, танымал адамдардың кітап жазған біз құптаймыз. Идеал жігіттің образы қандай өзі? Идеал жігіт қандай болу керек? Жақсы жігіт болу үшін, яғни идеал жігіт болу үшін, менің ойымша ең алдымен жақсы адам болу керек. Жақсы адам болу деген не? Жақсы адам деген ең бірінші жауапкершілігі мол, төңірегімен қарым-қатынасы түзу, қамқор, жанашыр. Сонда былай қарағанда жалпы адамзатқа тән жақсы қасиеттерді бойына жинаған. Екіншісі, жақсы маман болу керек. Бұл әлем негізі, әлемді жасайтын жасампаздар, бұлар мамандар. Үнемі айтам, адамның бойында екі құндылығы бар депті. Біреуі Абай атамыз айтқан сияқты жаңағы 5 нәрсеге асық жүр дейді. Сол 5 нәрсе адамның адами болмысының құндылығы, ішкі табиғатының құндылығы. Ондай адамдарға адамдар тартылады. Мәселен, өтірік айтсаң, алдасаң, адамдар екінші рет жуымайды қасыңа. Демек, сенің құндылығың жоқ деген сөз адам ретіндегі. Ал керісінше болатын болса, құндылығы бар. Екінші құндылық жаңағы мамандық құндылық. Сенің қолыңдағы мамандық бірегей болатын болса, ол мамандықты жұрттың барлығында болмаса, мәселен, айталық жүргізуші мамандық, ол да мамандық қой. Бірақ адам бәрі жүргізуші ғой, адам бәрі такси. Демек, сенің мамандығыңды жұрттың бәрі білетін болса, оның құндылығы төмен дейді. Ал сіз ұшқыш болатын болсаңыз, сіздікі жоғарылайды, себебі жұрттың бәрі ұшқыш емес. Сол сияқты мамандықты құндылық. Оған адамдар, қоғам қаншалықты сіздің экспертизаңызға, сіздің білігіңізге қанша ақша төлеуге дайын, көп төлеуге дайын болса, демек сіздің мамандығыңыз құндырақ.
құндырақ мамандықтар сирегірек болады. Сондықтан жақсы жігіт мықты маман болу керек, және оның мамандығы сиректеу болу керек. Сонда ол жақта конкуренция да жоқ болуы мүмкін, және сұраныс та көп болуы мүмкін. Міне осындай менің ойымша екі құндылықты бойына жиған жігіт жақсы жігіт деп ойлаймын. Бірінші адами құндылықтар, екінші жаңа мамани құндылықтар. Шыңғыс Мұқан қандай әке, қандай жар? Енді мен қандай әке екенімді, қандай жар екенімді мен өзім бағалай алмаймын. Менің келіншегім және балаларым бағалайды деп ойлаймын. Менің 4 балам бар. Жарым Майра, біздің отасқанымызға міне 15 жыл болады осы жылы. Енді жар ретінде қандай жауапкершілік бар, қандай міндеттер бар, солардың барлығын атқарып жатқан сияқтымын. Бірақ ол міндет дегенде былай міндет емес, кәдімгі өзіңнің жұмысың күнделікті. Бұл жар болуда, әке болуда, бұл жұмыс шыны керек. Және жауапкершілігі мол жұмыс. Кәдімгі жұмыс болатын болса, 5 күн жұмыс дейсіз, 2 күн демаласыз, 8 сағат жұмыс дейсіз жұмыс күндері. Ал бұл жар болу жұмысы, әке болу жұмысы, бұл 24 сағат 7 күндік жұмыс. Сондықтан мен бір идеал отағасы, идеал бір әкемін деп айта алмаймын. Бірақ сол идеалдыққа, мінсіздікке үнемі ұмтылып жүреміз. Біздің бағдарламамыздың, біздің кітабымыздың девизін айттыңыз кәдімгідей.